айтып жатыр, менімен ойласат, ақылдасат, бір мәселені шешу үшін ше. Енді бала кезде менімен ақылдасқан жоқ. Қазір де өйтіп бір қатты ақылдаспайды. Бірақ бір ауыз айтады. Жақсы болса жақсы, ойымды айтамын, жаман болса жаман. Иә, жалпы еркін сөйлесесіз бе дегенім ғой. Еркін сөйлескен кезде кез келген тақырыпта еркін сөйлесе береміз, бірақ үйлену мәселесі, қыз мәселесі жайында ондай бір қатты әңгімелеспейміз. Сәлем, қалайсыздар? Егер де қосылайық жобасының қатысушысы болам десеңіздер, 12 сәуір күні үлкен кастинг болады. Кастингке келіңіздер, қатысушы болыңыздар. Сөзіңізді ана болуға дайын деп ойлайсыз ба? Білмеймін, бірақ мен кішкентай бөбелерді қатты жақсы көремін. Мен өзім негізі балалар үйінде тәрбиеленгендіктен, негізі балалар үйінде кішкентайлар көп енді. Көп. Мен олардың бәрін өзім қарап, өзім негізі өсірген, мынандай кішкентай қыздар да бар. Сол үшін мен негізі ана болуға дайынмын деп ойлаймын. Мен негізі балаға жақсы қараймын. Яғни баланы қатты жақсы. Құрметті қыздар, жігіттер, біздің қосылайық жобасында бұйырса 12 сәуір күні үлкен кастинг болады. Міндетті түрде келіңіздер. Бойдағы жандар. Құрметті қыздар, жігіттер, біздің қосылайық жобасында бұйырса 12 сәуір күні үлкен кастинг болады. Міндетті түрде келіңіздер. Бойдағы жандары тұрмысқа шыққысы келетін, үйленгісі келетін, өз жартысын тапқысы келетін жандар ешқандай қорықпай, өз бақтарыңызды сынаңыздар. Төмендегі сілтемеге өтіп, өзіңіздің толық аты жөніңізді, анкетаңызды толтырып келіңіз. Қалай? Сіз қалай ойлайсыз, өзіңіз ана болуға дайын деп ойлайсыз? Мен ана болуға дайын, бірақ та туылдан қорқамын. Потому что мен полностью кішкентай баланы, например, туғаннан кейін қырқынан қалай шығару керек, шоу болу керек, не істеу, мен оның бәрін жақсы білемін. Потому что мен өзімнің жақсы көретін племянницам бар. Сол туылғаннан бастап өзім қарағанмын. Өзім жұмылдыратын, өзім тамақ беретін, там памперс, маманың бәрі қиын емес. Просто именно туылу қиын. На жерге келіп қалсам, бір кісі роется в моем шкафу. Я думаю, что ему надо, что он роется. Оставил здесь какой-то пакетик. Давайте посмотрим, что это. Oh, really? Что это? Oh, shit. Балует. Хи-хи. Ана мен бала тәрбиесі, жалпы ата-ана тәрбиесі туралы айтып жатырмыз. Сізбен анаңыз ақылдаса ма бір дүниені шешетін кезде? Сіз ал анаңызға өзіңіздің ренішіңізді айтасыз ба? Көп айтпаймын. Мен ренішімді не только басқа адамдарға да айтпаймын. Өзім ұстап қаламын. Сосын оны жиіп ішті. Сондай адам айтылмаймын.